Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, сіздермен бірге Жазира. Бүгін біз бір кесе жылы сүт, бір кесе жылы су және бір шай қасық тұз, 2 шай қасық шекер және де 2 шай қасық дрожж салып, оған жарты сұйық май қосып, жақсылап жұмсақ, қолға жабыспайтындай болғанша 3-4 кесе ұн салып, қамырлеп, өте дәмді, жұмсақ, үлпілдек пирожки жасайтын боламыз. Пирожкидің салмасына кез келген картошка, капуста немесе фарштан салсаңыздар болады. Мен өзім картошка қайнатып қойдым. Достар, видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Менің дамуыма солай үлес қоса аласыздар. Бізге өте қатты ұнады пирожки, балаларға да, сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамыр иленіп болды, бетіне салфан жауып, оның үстіне сүлгіні жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Бір жегенде 3-4-еуін бірден жеп қоятындай дәмді болады. Картошканы езіп, оған 1 шай қасық тұзбен сары май араластырып алдым. Енді қамырымызды майдалап бөлшектерге бөліп аламыз да, оны жайып, картошкамызды салып, қызып тұрған пешке 20 минуттай пісіріп аламыз. Қамыр жұмсақ, жабыспайтындай болды. Достар, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Бетіне жұмыртқаның сарысын жақса, өте әдемі болады, жылтырап. Мінекей дайын болды. Рахмет, сау болыңыздар.